Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге қызыл мақпал тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына ұн, жұмыртқа, айран, сары май, қант, қопсытқыш және қызыл бояу қажет. Ең алдымен айранды қызыл бояумен араластырып қоямыз. Енді жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты салып миксерлейміз. Ертілген сары майды салып тағы миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызға айран мен ұнды аз-аздан салып миксерлеп араластырып отырамыз. Алдын ала ұнды илектен өткізіп, үстіне қопсытқышты салып араластырып қойдым. Консистенциясы шамамен осындай болу керек. Қалыптың көмегімен пергамент қағазды осылай дөңгелектеп алдым. Екі қасықтай салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіреміз. Піскен корждарды толықтай суытамыз. Артық жерлерін осылай алып тастасақ болады. Енді креміміз дайындаймыз. Ол үшін қант ұнтағы, сливки, творожный сыр керек. Творожный сыр мен қант ұнтағын шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сливки құйып, барлығын бір келкі масса болғанша жақсылап миксерлеп араластырамыз. Кондитерлік қалташаға дайын болған кремімізді салып, тортымызды жинаймыз. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа кемінде 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Біздің тортымыз осындай әдемі, нәзік, жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.